услуга сізде? Мне нужно узнать, вообще в каком почтовом отделе. Мне с Венгрии отправили письмо. Письмо? Вам надо супермаркет, посылка надо. Қазпочтада менің жұмыс істеп жатқаным 16 жыл болды. 2007 жылы Арнасай ауылында почта меңгеруші болып бастадым. Одан кейін 2011 жылы осы Астана қаласына ауысып келдім. 10-шы почта бөлімінің меңгеруші. Содан уже 16 жыл қызмет істеп келе жатырмын. Почта саласында өзіме ұнайды, өзім жақсы көремін жұмысымды. Адамдармен жұмыс істеген ұнайды өзіме. Біз бүгін жаңағы обедте келген почтаны сұрыптап жатырмыз. Бізге жаңа түскен почтаның ішінде, сәлемдемелердің ішінде шетелден келген көптеген сәлемдемелер бар. Мыналардың бәрі шетелден келген сәлемдемелер, Қазақстан бойынша. Бұны қазір біз сұрыптап, жаңағы сәлемдемелер супермаркетінде ячейкаларға апарып саламыз, сканировать етіп. Ол жерден біздің өзіміздің тұтынушыларымыз келіп, алып, кассаға барып, алып кетеді. Бізге күніне 2,5-3 мың сәлемдемелер келеді. Ол сәлемдемелер Қазақстан бойынша, шетелден, әрбір жақтан, Алиэкспресс, Жум, көптеген тұтынушылардың заказ беруіне байланысты. Бұл жерде біз мынау сәлемдемелер супермаркеті, ол жерде очередьте тұрып, посылкасын күтпейді. Бұл тездетілген түрі. Әр адам, қазір біз мына посылкаларды ячейкаға саламыз, сканировать етіп. Ол кісілерге SMS хабарландыру келеді. Сол арқылы каждый тұтынушымыз келіп, ячейкадан өздері SMS хабарландыру арқылы посылкаларын алып, кассаға барып, солай алады. Ол жерде очередьқа тұрып керек жоқ, тез болатын жағдай. Сол үшін қазір біз мына посылкаларды саламыз неге. Ячейкаларына сканировать етіп отырып, бұнда бізде біздің сәлемдемеде 7 ряд бар. 7 рядтың қазір біз 7-ші рядында жүрміз. Мұнда рядын көрсетеміз, ячейкасын көрсетеміз. Сәлемдемеде барлығы көрсетілген каждый тұтынушының қай ячейкада тұрғаны. Мысалға, мынау шетелден келген мелкий пакетіміз. Бұны сканировать етеміз де. Мына жерге ряд ячейкасын көрсетеміз. 7-ші ряд. Ячейка 223. Әркім өзінікін келіп алады. Біз осылай отправить дегеніз уже зарегистрирован. Бұл ячейкаға салып қоямыз. Қайтадан екіншісін алып солай сканировать етеміз. Бұл жерде бір ячейканың ішінде көп адамның посылкасы болады. Жалғыз бір адамды емес, сондықтан әркім өзіне келген SMS хабарландыру бойынша алады бұл посылканы. Біз посылканы қай жерде болсын қабылданған кезде біз тексеріп аламыз. Рұқсат етілмеген заттарды алмаймыз. Тек қана рұқсат етілген заттарды ғана аламыз. Тапсыратын кезде ашылмайды, потому что ол қабылданған кезде тексеріліп келген заттар болады оның ішінде. Шетелден келген заттарды біздің таможняға, кедендік таможняға түскен кезде оның барлығы тексеріледі. Рұқсат етілген зат болса, ол бізге кіргізілмейді. Дальше біздің отделениеға келмейді олар. Бұрынғы кезде посылкаларды мынандай сәлемдемелер супермаркеті болмаған біріншіден. Қазір бізде сәлемдемелер супермаркеті өте ыңғайлы. Адамдарға сообщение түседі, өздері келіп алады. Бізде еще өздері ала алатын тастамат деген услугаларымыз бар. Олардан тоже біз посылкаларды саламыз клиенттардың. Клиенттер өздері келіп түскен сәлемдеме сообщениялар бойынша, хабарламалар бойынша өздері алады, самообслуживание. Күніне жоқ дегенде бізде 600-700 хат жіберілеміз. Бізде қазір көбінесе чысыйлар көп, заңды тұлғалар көп, әртүрлі хаттар жіберілетін, шетелге жіберілетін хаттар көп, документтер жіберіледі, сол сияқты. Азайған емес, почта төкі көбейіп алға қарты өсіп келе жатырмыз. Біз даже алдыңғы жылдары жаман карантин уақытында да жұмыс істедік, халыққа қызмет көрсеттік, барлығына әлеуметтік пособияларын төледік.
ешқашан жұмысымызды тоқтатқан емеспіз Қазпошта. Әрқашанда сол жағынан да маған ұнайды, халыққа қызмет көрсету, әр адамның қуанышына бөлену деген. Мына посылка қанша қалар? Қарасайский район. Қарасайский весі қанша? 2317. Жай посылка, да? Я обычный. Қай жаққа барады посылка? Қазақстан? Сіздікі қай жаққа барады посылкаңыз? Қай жаққа барады посылкаңыз? Алматы. Алматы? Осыған дейін көп жерлерге шақырды. Осы поштаның ішінде де маған осы қызметім ұнайды өзіме. Өзім жақсы көрем, адамдармен жұмыс істегенді жақсы көрем. Өзімнің осы бөлімшенің ішінде 20 шақты қызметкерім бар. Олармен де маған ұнайды жұмыс істеген. Ауылда енді бәрі ручной ғой. Ручной жасалынады, бәрі немен. Қалада барлығы автоматизированный ғой. Сол жер ұнайды, мысалы, жаңағы очередь, мысалы, біздегі сол сияқты ғой, ауылда енді қиындау енді. Жаңадан келген бетте бізде оператор болып келеді, операторлар. Бір жылдың ішінде қаншама жаңағы жұмыстың бәрін үйреніп, біз ол адамды қараймыз, қалай әр адамға уже мотивация дейді ғой, мотивация беруге тырысамыз, ол адамды дальше көтеріп, даже бізде болады сұрыптаушы болып келіп, қазіргі уақытта менде уже оператор болып отырған сұрыптаушылар бар. Сол сияқты әр адамға әрқашанда көмектесуге, үйретуге, енді біраз жыл істеп келатқасын бұл салада уже мен ойлаймын, өзімнің опытым уже көп деп ойлаймын. Сондықтан каждый келген жұмыскерді үйретіп, дальше арман қарта көтеруге тырысам, әрқашанда сол мақсатым мен қойған. Ақшамен жұмыс істейсіз, жаңағы бәрі көптеген сума, үлкен сумалар, мысалы, бұл банковский система жалғыз почталық қызмет көрсетпейміз ғой біз. Сол үшін әрқашанда внимательный болуымыз керек. Адаммен тіл табыса білу керек. Әртүрлі адамдар келеді бізге күніне. Барлық адамдардың көңілінен шығуға тырысу керек, потому что біздің жұмысымыз сондай, халыққа қызмет көрсетеміз. Сондықтан өте қиын жерлері де болады. Бізде қазір Ресей азаматтары көп шетелден келіп жатқан халықаралық бізде вестерн, нестрим деген переводтар көп, барлығына қызмет көрсетудеміз. Ол кісілер ол жаққа жібере алады, бізге ол жақтан келген халықаралық переводтарды бізден ала алады. Әрі бізден ол кісілер жаңағы телефоны сим картасын сатып алып жатыр, киви кошелектарды ашып жатыр, көптеген қызметтер көрсетіп жатырмыз, жаңағы Ресей азаматтарына да әртүрлі қызметтерді көрсетіп жатырмыз. Тоже көргіміз келеді, пошта қалай қызмет атқарады, может бізге олардан алатын тәжірибелері бар шығар. Бізде көптеген біздің сұрыптаушыларымыз барып келді. Осы сұрыптау бойынша жаңағы супермаркетті көрдіңіздер ғой. Сол арқылы солардан көріп, оқып келген сұрыптаушыларымыз бар. Операторларымыз бар, о жаққа барып келген. Бізде Қазпоштада жаңағы оқыту жағына көп көңіл бөлінеді. Әрқашанда әртүрлі онлайн обучениялар, жаңағы общий жиналып жасайды обучениялар. Даже айына бір рет деп айтуға болады. Жоқ дегенде айына бір рет болсын өтіп тұрады бізде. Ол жағынан обучениялар. Кейде болады, ол посылкаларда бір фамилия, аты жөні, бір адресі жазылмаған, телефондары жазылмаған, мысалы бере саламыз. Сонымен іздеп тауып, әрқашан жақсымен бітеді, іздеп табамыз адамдарды. Көп адамдар өздері әкеп береді. Мынау менің посылкам емес, мен бұны заказ бермеп едім деп. Сол сияқты көп жағдайлар болады.